жолын таңдау құқығы, шығармашылық ойлау, жаңа идеялар мен шешімдерді іздеу, тұлғаға бағытталған тәрбие, әрбір адамның ерекшелігін құрметтеу, рухани адамгершілік құндылықтары білімнің моральдық негізі болып саналады. Және қазіргі білім жүйесімен сабақтастығы. Бізде бүгін мұғалім, бағыт беруші және қолдаушы, оқушы ол белсенді субъект, білімнің иесі және құрушысы. Құзыреттілікке негізделген білім практикалық дағдылармен ойлау. Тағыр идеялар бүгінгі білім беру жүйесінде өз жалғасын тапқан, адамды орталыққа қою, еркіндік пен шығармашылық осы қағидалар қазіргі гуманистік және құзыреттілікке негізделген білім беру, тағыр идеялар өңдеу, бүгінгі таңда мұғалім мен оқушының осы тұрғыдан ұстаз еңбегі бүгінде маңызды жоғалтқан жоқ. Қорытынды, ол басты мақсаты адамды рухани кемелдікке жеткізу және құнды мұра, ұстаздық пен терең философиялық ашатын шығарма маңыздылығы әрбір мұғалім болашақ ұстаз үшін ой салатын еңбек. Және ұстаз шәкірттің орнына ойламайды. Ұстаз шәкірттің орнына ойламайды. Ол шәкірт ойлауға үйретеді. Бұл пікір арқылы жаттанды оқытуға қарсы шығады. Билікке негізделген педагогиканы жоққа шығарады, педагогиканы еркін оймен рухани жауапкершілікті алға қояды. Маңызын қысқаша түйіндесең, білімнің мақсаты адамды адам ету, ұстаздың миссиясы рухани жол көрсету, шәкірт белсенді ізденуші тұлға. Осы ойлар ұстаз еңбегін жай әдеби мәтін емес, педагогикалық, философиялық манифест деңгейінде көтерген болады.